келесі сұрағымыз сізге. Қазіргі таңда діни тақырыптар көтерілсе, ата бабаларының дінін ұстаныңдар, сендер жаңашылдықты, яғни әкеліп жатсыңдар, араб қылдар дейді. Бұлай деу қаншалықты дұрыс? Бұл енді Құдай сақтасын, өте дұрыс емес қой. Бұл енді мен жалпы надандықтан бір шыққан сөз деп айтса болатын шығар. Жалпы бір ақиқатты ұстану, ақиқат егер арабтарға түскен болса, ислам хақ діні арабтарға түскен болса, және пайғамбарымыз араб болған болса, және бұл исламдан тек қана арабтарға түскенмен де тек арабтар үшін ұстандыңдар деген жоқ та, барлығына әлемге түскен дін. Енді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху араб болуында да хикмет жатыр, Құранның араб тілінде түскен хикмет жатыр. Бірақ демек біз ақиқат ұстансақ, ақиқатымыз ақиқат болатын болса, оны ұстансақ, оны құл деп айту ол дұрыс емес өте. Неге? Мысалға біз Германияның тазалығын ұстанғымыз келеді кейде. Мен сөйтіп ойлаймын. Бәлки біз Германия сияқты таза болып жатырмыз десек, біз Германияны құл деп айтпайды ғой. Немесе Америка сияқты экономимыз Америкаға ұқсасын десек, біз Американың құлы емес болай сақтасın. Демек, ақиқаттың артында жүруде ешқандай проблема жоқ. Яғни біз Жапонияның технологиясы деп атамыз. Жапонияның технологиясы бізді бірдеңе ойлап тауып жатқан болсақ, біз Японияның құлы деген сөз емес қой. Демек, адамда мынандай нәрсе бар да, ақиқат болмаған нәрсенің артында атаң жүрсе де, Құдай сақтасын, тастау керек оны. Сенің атаң ақымақ болуы, сенің ақымақ болуыңды міндеттемейді ғой. Құдай сақтасын. Бірақ біздің қазақ қателеспеу керек. Біздің қазақ ата бабаларымыз тек исламда болған, хақта болған. Ал енді кейінгі жастар да сол хаққа қайтып, атасының жолына қайтып отқан болса, бұны араб құл деп айту бұл өте надандық және бір нацист деп айтсақ, қалай айтсақ болады? Сондай бір нәрсе да, Құдай сақтасын. Сондықтан біздің ақиқатымыз альхамдулилля ислам діні хақ па. Сондықтан біздің де кейде бір көп адасып жүруіміздің қатесіне бір жеке бір принциптерді ұстанып алып, хақты іздемеуде ғой негізі. Әрқашан айтамыз ғой осы нәрсе. Әрқашан адам хақты іздемеген уақытта принципті ұстанып атамның жолы деп өзіне бір не іздейді, бір бойын жапқысы келеді да. Сен Құдай сақтасын, бәлки арақтан тыйыла алмай жүрсің, бәлки зинадан тыйыла алмай жүрсің. Исламда зина харам, исламда арақ харам. Бұның турасында сен атамның жолын сынайын деп тәңіршіл болу арқылы сол бір тозақтан құтылып кеткің келетін сияқты көрінеді да. Ана бойыңды жапқың келеді. Ол дұрыс емес, Құдай сақтасын. Ақиқат деп қабылдап, неге исламды қабылдамасқа, бауырым деген келеді да.